Түркістан қаласындағы 1000 жарымнан аса тәрбиеленушісі бар балалар мен жасөспірімдер орталығы бүгінгі таңда Ғайып Мүсірепов атындағы осы бір ғимаратта орналасқан. Бұрын бұл мекеме бір ғана мекемеге тиесілі болатын болса, қазіргі таңда бірінші қабатын халықтық кеңсе жалға алып отырған көрінеді. Ал 50 штатты қызметкері бар орталық бүгінгі таңда тек қана екінші қабатты паналауға мәжбүр болып отыр. Орталықта 30-дан аса үйірме жұмыс жасайды. Өнерлі өрендер талантын өз сахнасында емес, қандай мектептен шақырту түссе, сондай-ақ қоғамдық іс-шаралар өткізілетін орындарда көрсетіп келген. Мұнда бөлмелер саны қызметкерлердің өзіне де жетпейді. Ал өнер мектебі үшін қалалық номер 27 мектептің қуықтай 4 бөлмесі босатылып берілген. Бұл бөлмелерге 3-4 оқушы әрең сыяды. Өнер мектебінің 70-тен аса тәрбиеленушісі, 20-дан аса ұстазы бар. 60 жылдық тарихы бар саз мектебінің халі болса тым мүшкіл. 2 жыл бұрын өнер ошағы қалалық номер 10 Әл-Фараби атындағы мектептің ескі ғимаратына қоныс аудартылған. Бүгінде өнер ордасының 297 шығармашыл тәрбиеленушісі, білімді де білікті 45-тен аса ұстазы бар. Түркістан қалалық балалар саз мектебінде 297 бала кәсіби деңгейде білім алуда. Кәсіби деп айтуға да жеткіліксіз, себебі ол ішінде кәсіби оқытатын алаңдар болуға тиісті. Сынып санының жеткіліксіздігінен 3-4 оқытушылар бір бөлменің кәдуілгі тақтамен бөліп пайдаланып отыр. Домбыра, қобыз, флейтасында бірнеше аспаптарды балаларға үйрету кезіндегі дыбыстардың жаңғырығы ғимараттың барлық бөлмесіне таралады. Бұл баланың өнерге құштарлығын өсіруден бұрын өшіретін секілді. Балалар саз мектебінде 16 жылдан астам жұмыс істеп келе жатырмын. Класстар жетіспейді, мұғалімдер бір-бірімізге мешайт етеміз, постоянно не болады, сабақ кезінде басқа класстарды, дау класстар бөлген үшін бізге дыбыстар қатты шығып тұрады да, сабақ өтуімізде қиыншылық тудырып жатыр. Соның сабақтарымыз әрқайсы мұғалім жеке-жеке сабақ өтек десек, класстар тығылып бір класса 2-3 мұғалімден өтеміз. Енді ары қарай өзіміз жаңа бір здания болса ма, біз өзіміз мекемеміз болса деп үміттенеміз, ұстаздар бәрі. Мектеп ұжымы қала әкімдігі тарапынан жаңа ғимарат орны табылып қалар деген үмітте. Олар тіпті қараңғы бөлме мен қыстың суығына қарамастан көндігіп келген. Арадан 2 жыл өтсе де, саз мектебінің жайы Түркістан қалалық әкімдігінің назарынан тыс қалған. Жетістіктері көп, мектебіміздің жетістіктері халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық деңгейде үнемі жүлдегерлеріміз бар, біздің балаларымыз көп деңгейде. Жылда қаншама шәкіртті тәрбиелесек, 50-60 жүлде алып келеді біздің мектебімізге. Ұлағатты ұстаздарымыз өнер саласында өте еңбекті қажырлы еңбек етуде. Енді біздің мектебімізге сіздерден өтініш, көмек берсеңіздер екен. Осы біздің шаңырағымыз, бұрынғы ескі жеріміздегі шаңырақ енді бізге лажы болса, басқа жерге ауыстырып, балалардың жағдай жасайтындай жерде болса екен деп тілейміз біздер. Бізге тек қана шәкірттердің дені сау шәкірт, өнерлі, білімді болғанын біздер қалаймыз.